Қазіргі таңда 337 колледжде 36,5 мың адам білім алды, оның ішінде 21,5 мың адамы осал топтан 60%-ды құрайды. 2018 жылы 20.200 адам қабылданды, ол 96%-ды құрайды, жалпы жоспарымыз орындалды. Әкімдіктер ақпараты бойынша қазіргі уақытта 2017 жылы түскен студенттердің 3900 адамы оқуды бітірді, оның ішінде 72% жұмыс орындарына шықты. Енді биыл 3900 бітіруші шықса, келесі жылы 5300 адам оқуды бітіреді. Осыған орай әкімдіктер бітірушілерді жұмыспен қамтамасыз ету үшін тиісті жұмыстарда ұйымдастыру қажет. Министрлік еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігімен бірлесіп еңбек нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік программасына өзгерістерді енгізуде қатысты және келісті. Енді программада техникалық және кәсіптік білім бар кадрлар даярлауды, қысқа мерзімді кәсіптік оқытуды, серпін жобасы бойынша кадрларды даярлауды, еңбек ресурстарын және қысқаратын жұмыскерлерді қайта даярлауды ұйымдастыру және қаржыландыру жаңартылған механизмдер, оның ішінде колледждерде жан басына қаржыландыру механизмдері қарастырылған. Қазіргі таңда министрліктің тиісті бұйрығы әзірленді және мемлекеттік органдарға келісуге жолданды. Жаңа ғана осы сұрақ көтерілді, оны бәрін жасадық. Жалпы қазіргі уақытта жұмыстарымыз жоспар бойынша орындалып жатыр. Рахмет.